Адамзат тарихындағы ең үлкен қолтырауын шабуыл жайлы естіп пе едіңіз? Бұл қанды оқиға 1945 жылы Үндістанға қарасты Бирма монахтығы жеріндегі Рамри аралында болған. Жайланып отырып алыңыз. Бүгінгі видеомыз тарихтағы адамзат пен жануардың ең қанды шайқасына арналады. 1945 жылдың 19 ақпанында ағылшындармен соғысқан 1000-ға жуық жапондық әскерді қолтырауындар жеп қойған екен. 19 ақпан екінші дүниежүзілік соғыстың ең бір қасіретті күні саналады. Себебі Рамри аралында ағылшын теңіз десанты жапондық әскерді қолтырауындар мекен ететін батпаққа айдап салған. Нәтижесінде 1000-ға жуық әскер ешқандай оқ пен артық күшсіз мерт болады. Ясу Януко есімді жапон әскерінің полковнигі толтырған рапортта 1000 әскердің тек 25-і ғана еліне аман оралған екен. Бұл рапорт былтыр ғана жер әлемге мәлім етілген. Ал сол кезде әскери трибунал құрған арнайы комиссия 3 шаршы шақырым аумақтағы батпақты судың 24% адам қаны екенін анықтапты. Бұл қайғылы оқиға 1945 жылы Гитлердің жапондық жақтастары оңтүстік батыс фронттың барлық стратегиялық позицияларына қарсы шабуыл жасау кезінде болған. Оның басты территориялық нысаны Рамри аралы болған екен. Дәл осы тұстан ағылшын-америкалық әскерге шабуыл жасау тиімді болған. Ал жау кейіннен бұл жерді анықтап алған соң, ол жерге ағылшын әскері тұтқиылдан шабуыл жасайды. Базаны қорғауға жапон қолбасшылығы ең мықты арнайы бөлімін жібереді. Ал ағылшын десанттық батальонының командирі Эндрю Уайерт өте қу әрі тапқыр офицер болған екен. Ол өзінің қол астындағы ең мықты деген тыңшы тобын аралды зерттеп келуге жібереді. Дәл осы офицер батпақты көлде мекен ететін қолтырауындар жайлы біліп, қалайда жау әскерін сонда айдап салуды көздейді. Ал оның қол астындағы майоры оның бұл ойына сенімсіздік танытты. Біздің әскер саздан өте алмайды, ал жапондықтар батпақпен жүруді қолайлы көреді. Бұндай қадамға бармаңыз, біз бәрінде жоғалтамыз, офицер. Ал қарсы жауап мынандай болады: маған сен, сонда өмір сүретін боласың. Офицердің есебі дәл келеді. Оның әскері негізгі соғыс майданының орнын терең сазды көлге аударып, өздері сытылып шығады. Ал жапон әскері өзіне ыңғайлы болады деген оймен бұған тіпті қуанады. Ағылшындық азғана әскер жапонның ең мықты делінген қолын батпаққа әкелген соң, өзінің негізгі көп әскерін тұтқиылдан жібереді. Жапондық солдаттар саз балшыққа кірген кезде ағылшын әскері тау етегіне қарай ойысып, сол жерден бақылаумен болады. Егер жапон әскерінің қай-қайсысы да батпақтан тау етегіне шығатын болса, олардың әр қадамын көздеп тұрған, ал жау қолынан өлім тапқысы келмеген жапондар болса, батпақтың үстінде тұрақтайды. Батпаққа белшесінен батып бара жатқан әскер тез арада не істерін білмей сасып қалады. Нәтижесінде талай жаудың сағын сындырған 1215 әскер қолтырауындардың жемі болады. Ал қалған 20 әскер өз еркімен ағылшындықтардың қолына барып түседі. Бұл оқиға адам баласының жануарлардың қатысуымен ең көп өлтірілген жағдай болып тарихта қалды. Тіпті Гиннестің рекордтар кітабына да енген екен. 1000-ға жуық жапон солдаты Ұлыбританияның корольдік әскери теңіз флотының шабуылына төтеп беріп жатып, мыңдаған қолтырауының аузына барып түсті. Улы шаяндар мен тропикалық масалар олардың жағдайын қиындата түскен деп жазылған Гиннес кітабында. Бұл оқиға жайлы ағылшын әскері қатарында болған натуралист Брюс Райт былай деп жазады: ол түн қайсыбір жауынгер сезінбеген қиындықты тудырды. Қолтырауындардың арасында ауырсынып айқайлаған жапондықтардың сипаты тозаққа ұқсап кетті. Мұндай көріністі жер бетінде ешкімде көрмеген шығар. Таңға жуық қолтырауынан қалған өліктерді құзғындар тори бастады. Бұл азаптан аман қалған 20 ғана адам табылды. Жоталы қолтырауындар қазірге дейін
ең қауіпті жыртқыш болып саналады. Австралия жағалауларында да дәл осы қолтырауынның шабуылынан көп адам қаза табуда. Қолтырауынның адам өлтіру фактісі акулалардың адам баласын өлтіру фактісінен де көп екенін айтады мамандар. Үлкен қолтырауындар қатты тістейді екен. Тістеу қысымы 2500 келіге дейін жетеді. Достар, бүгінге айтарымыз осы. Келесі видеода жолыққанша қош, сау болыңыздар. Егер You could think that I'm a freak when I'm talking to myself, but it's like I was too